Ассаляму алейкум қыздар. Бүгін бізде керемет тақырып өзіңді қабылда, өмірің өзгереді. Өзіңді қабылдау деген не? Өзіңнің бойыңдағы плюстеріңді, минустарыңды қабылдау. Барлығымыз мінсіз емеспіз. Менің ютубтағы сабақтарымды көріп, бір кісілер былайша айтқанда хат жазып жатыр, комментария видеоның астына. Сіз әлде көп нәрсені білмейсіз, жассыз, ақыл сынбаңыз деген сияқты. Енді бұл жерде ондай хаттарға мен қандай анализ жасаймын? Бұл триггер. Яғни триггер ондай адамдардың ішінде де негізі сол қабілет бар, бірақ ол адам ол қабілетті жеткілікті түрде дамытып жатқан жоқ. Сол себепті де өзге адамдар сол қабілетті дамытып жатқаннан кейін оның ішінде сондай бір сезім оянып кетеді. Ол провокатор болады. Сондықтан егер сіздің өміріңізде де, сіздің өмірлік жолыңызда да сондай адамдар кездессе, оның ішкі жүрегіне үңілу өте маңызды. Енді дефицитарное мышлениені айтқым келеді. Жалпы өзіңді қабылдауға дефицитарное мышленияның не қатысы бар? Дефицитарное мышление деген ол шекті ойлау, яғни біздің ойымызда шектің бары. Мысалы, біз көп нәрсені шектеп қоямыз. Мен не бармын, не жоқпын деген сияқты. Мысалы, не істеймін, не істемеймін. Бірақ әрбір нәрсенің ортасын табуға болады. Екі жаққа да ортақ бір шешім табуға болады. Көбінесе адамдар мәмілеге келе алмай жататыны да содан. Дефицитарное мышление не я, не жоқ деген сияқты. Не бар, не жоқ. Сол үшін де өзіңізді қабылдаған кезде осы мәселеге қатты мән беріңіз. Сіз бүгінгі таңда кішкентай бір істі қолға алсаңыз да, бүгінгі істеген кішкентай ісіңіздің өзіне Аллаға шүкір деңіз. Я Аллам Раббым, осы істегеніме рахмет. Және де өз-өзіңізбен де мәмілеге келіңіз. Бүгін өте керемет жұмыс жасадың. Енді ертең бұдан да күшті жұмыс жасайсың деген сенімдемін деп өз-өзіңізбен мәмілеге келесіз. Сіз Алланың сүйікті жаратылысысыз. Бәріміз Алланың махаббатпен жаратқан пенделеріміз. Барлық адам қателеседі. Мінсіз адам болмайды. Бәрімізде минустарымыз бар. Бұның барлығы норма. Ең алдымен, қыздар, бізде чувство вины оянған кезде, чувство вины деген өзімізді бір жағдайларға кінәлі сезіну. Яғни, мен мына нәрсені істемедім. Бір кездері мен мынандай қателік жасадым. Барлығымызда ондай нәрсе бар. Өйткені біз бәріміз пендеміз. Енді сол күнәларымыз иншалла кешірілу үшін біз не істейміз? Біз 2 ракат тәубе намазын оқимыз. Алладан өте көп кешірім сұраймыз. Және де көп истихфар айтамыз. Истихфар деген ол астағфируллах сөзі. Бұл сіздердің жүректеріңіздің иншалла емделуіне алып келетін өте керемет амалдар. Тағы да, қыздар, өте маңызды нәрсе өз-өзіңізді қабылдаған сәтте критикующий родительді поддерживающий родительге ауыстырасыз. Яғни сіздің бір істі дұрыс істемей қойғанда іштей өз-өзіңізге ұрсып кететін ситуациялар болады. Мысалы, суды төгіп қоясыз, ыдысты сындырып қоясыз деген сияқты. Тағы да басқа жұмыста бір жерде қателіктер болып қалады. Сол кезде іштей өз-өзіңізге ұрсып кетпеңіз. Өмірі мен осылай жүреді екенмін, өмірі мен осындаймын деген сияқты критикующий родительді поддерживающий родительге ауыстырыңыз. Жарайды, ештен кетпейді, келесі жолы істемеуге тырысамын деген сияқты өз-өзіңізді ұрыспай, жай ғана мәмілеге келесіз. Қыздар, егер мен сіздерге осындай білім берсем, мені идеальный деп ешқашан қабылдамаңыздар. Мен сіздерге мен идеальнымын деп айтып отырған жоқпын, және де видеоларда да мен олай айтпаймын. Мен өзімде әрқашан өз-өзіммен күресемін, өз-өзіммен жұмыс істеймін.
сол жұмыстың нәтижелерін көргеннен кейін мен сіздермен де бөліскім келеді. Бөліскім келгендіктен осылай видеолар саламын. Бірақ ешқашан мені идеальный деп ойламаңыздар. Тағы да бір өз-өзіңмен мәмілеге келіп өзіңді қабылдаудың бір жолы позитивті эмоция. Яғни өзіңіздің өміріңіздегі жақсы кездесіп жатқан керемет сәттерге көбірек акцент қою. Өзіңе критика айтпау, қолдауды, поддержканы тек Алладан күту. Көбінесе біз поддержканы қасымыздағы адамдардан күтеміз. Мысалы, жолдасымыздан, ата-анамыздан, қоршаған ортамыздан, құрбыларымыздан. Маған жылы сөз айтса екен, менің ісімді қолдаса екен, маған сенім артса екен деген сияқты көптеген бізде ойлар болып жатады. Бірақ ең мықты қолдаушы ол тек қана Аллах Тағала. Егер Алла сізді қолдап тұрса, сізге шын мәнінде ешкімнің қолдауы керек емес. Сол үшін де әрине қолдауды тек қана Алладан күтеміз. Енді қараңыздар, мына жерде өте күшті 3 афоризм жазылған. Бұл афоризм «Сен жалғыз емессің» кітабынан алынды. Авторлары Лаура Сейітбек және Роза Шырбаева. Жетістікке жетудің кілті кешегі өзіңе қарағанда бүгін жақсырақ адам болу. Жаңа местерге соны айтып жатырмын. Кішкентай қадам жасасаңыз да, сол қадамыңыздың өзі үшін өзіңізге рахмет айтыңыз, Аллаға рахмет айтыңыз, Аллаға мадақ айтыңыз, өзіңізді мақтап қойыңыз. Молодец, енді ертең бұдан да жақсы жұмыс істейсің, деп өз-өзіңізбен былайша айтқанда келісімге келіңіз. Екінші, өзіңді бағалауды реттейтін бірден бір нәрсе болса, ол адамның өзін-өзі дамытуы, өзіне инвестиция салу, білімің мен қабілетіңді шыңдау. Өте керемет нәрсе. Өйткені кез келген адамның бойында қабілет болады. Аллах Тағала кез келген адамды қабілетпен жаратады. Сол қабілет шын мәнінде қоғамға пайдасын алып келу керек. Ал қоғамға пайда алып келу үшін ол қабілетті дамытуымыз керек. Үшінші, фокусыңды өзіңде бар қабілетке қой. Сол қабілетті дамыт. Инвестиция жасау деген, қыздар, ол міндетті түрде ақша салу дегенді білдірмейді. Инвестиция ол уақыт күйінше болады. Мысалы, өзіңізге уақыт бөлуіңіздің өзі инвестиция. Мысалы, жаттығу жасауыңыздың өзі инвестиция. Өзіңізге әртүрлі процедуралар жасау, бет күтімі, аяқ күтімі, денеңізге лимфодренажный массаж жасау, оның барлығы инвестицияға жатады. Ислам бойынша ол, егер сіз алдын ала ниет етсеңіз, мысалы, я Аллам, я Раббым, сенің маған аманат етіп берген денеңді қазір мен демалдырамын деген сияқты ниет етсеңіз, иншалла ол құлшылық есебіне жазылады. Көңіл бөлгендеріңізге рахмет. Видеоны жақындарыңызға таратыңыздар. Мені идеал деп санамаңыздар. Мен де дәл сіз сияқты дамушы анамын.